Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өту қарсаңында өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында тәуелсіздік ұлт рухы тақырыбында облыстық ғылыми тәжірибелік конференция болып өтті. Ғылыми тәжірибелік конференцияның мақсаты мәңгілік ел ұлттық идеясы мен құндылықтары аясында облыс педагогтарының патриоттық, рухани мәдени дамуына ықпал ету. Конференцияның пленарлық отырысын институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты Кибатаева Нұрсұлу Казангаповна ашты. Сонымен қатар Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Бегембаева Жібек Сагембаевна, институттың кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Қаплиева Айгүл Қыдырбаевна, Ақтөбе қаласы Ақтаев атындағы номер 6 орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Амирбекова Гүлмира Орынбековна, облыстық мұражайдың ғылыми қызметкері Сейтенова Базаргүл Құбайдоллақызы және Ақтөбе қаласы номер 9 мектеп гимназиясының қазақ тілі пәні мұғалімі Свет Олег Григорьевичтер өздерінің баяндамаларын көпшілік назарына ұсынды. Пленарлық отырыс барысында мәңгілік ел ұлттық идеясы мен құндылықтары аясында облыс педагогтарының болашақтағы қызметінің бағыттары анықталды және оқушылардың жоғары әлеуметтік белсенділігін арттыру үшін маңызы зор патриоттық тәрбиені қалыптастыру мәселелері талқыланды. Конференцияда талқыланған тақырыптар тәуелсіздік идеяларының жоғары маңыздылығын, тәуелсіздікті сақтау үшін күш-жігерді аянбай жұмсау қажеттілігін көрсетті. Қазақстан педагогіне өскелең ұрпақтың бойына елжандылық құндылықтарды қалыптастыруда бүгінгі таңда үлкен жауапкершілік артылып отыр. Конференция қорытындысында шараның маңыздылығына тоқтала отырып, жас педагогтар Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің құрдастары облыстың педагогикалық қауымына өздерінің тәуелсіз елде дүниеге келгеніне деген шынайы мақтаныш сезімдерін, мемлекет алдындағы борышын, отанына деген адал қызмет ету арқылы ақтайтындықтарын жеткізді. Конференцияның жұмысы ұсыныстар қабылдаумен қорытындыланды.